Қазақ тілі ата-бабамыздың аманаты, бірақ бүгінгі таңда біз осы тілді лайықты деңгейде құрметтеп жүрміз бе? Балабақшадан бастап мектепке дейін, университеттен жұмысқа дейін бәрі орысша, ағылшынша. Қазақ тілі қайда қалды? Қазақ тілі түркі тілдерінің ішіндегі ең бай, ең әдемі тілдердің бірі. Көне түркі жазбаларынан бастау алады. Абайдың өлеңдері, Жамбылдың жырлары, Махамбет пен Бұхар жыраудың толғаулары барлығы қазақ тілінің құдіретін көрсетеді. Кеңес одағы кезеңінде қазақ тілі екінші орынға ығыстырылды. Қазақша сөйлеуден ұялатын ұрпақ пайда болды. Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері қазақ тілінің мәртебесі заң жүзінде көтерілді, бірақ қағаздағы сөз басқа, өмірдегі жағдай басқа. Мектептерде қазақ сыныптары көбейгенімен әлі де қала жастары орысша сөйлеп қазақшаға қиналып жүр. Жұмысқа кіргенде орыс тілін білуіңіз қажет деген талап көп кездеседі. Қазақша сөйлеген адамды кейде ауылдан келген деп кемсіту бар. TikTok, Instagram, YouTube'та қазақ тілінде контент көбейіп жатыр. Қазақ жастар арасында қазақша рэп, қазақша подкаст, қазақша блогтар трендке айналып келеді. Бұл тілдің қайта тірілуінің белгісі. Бірақ сонымен бірге орысша, ағылшынша араластырып сөйлеуде күшейіп барады. Қазақ тілі толық мемлекеттік тілге айнала ала ма? Ол үшін не істеу керек? Әрқайсымыз өз отбасымыздан бастауымыз керек. Балаға қазақша мультфильм қосу, үйде қазақша сөйлеу, жұмысқа қазақ тілін талап ету. Қазақ тілінің тағдыры біздің қолымызда. Егер әрқайсымыз өз тілімізге жанашырлық танытсақ, ол ешқашан өлмейді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Қазақ тілі болашағы бар тіл ме? Әлде жоғалып кету қаупі бар ма? Өз ойыңызды міндетті түрде комментарийге жазыңыз. Видеоның сілтемесін жақындарыңызға таратыңыз. Видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.